Қайырлы күн, Әділет. Қайырлы күн, апай. Әділет, білесің бе? Біз бүгін мен зерттеуші тақырыбына эксперимент жасаймыз. Көріп тұрғандай, мына 3 ыдыста не тұр? Су тұр. Бірдей су тұр, я? Ал мына тәрелкенің ішінде не тұр? Тас. Ал мынау ағаш екен, я? Ал мынау ше? Құм, я? Демек, осы 3 нәрседен біз эксперимент жасаймыз. Кәнекей, суға осы бірінші тасты салып көреміз. Бата ма екен, батпай ма екен, ауыр ма екен, жеңіл ме екен? Соны бақылаймыз, жақсы ма? Кәнекей, ала қойып. Бірінші тасты. Ой, ақырын. Не істеді? Батып кетті, я? Дұрыс айтасың. Демек, ол қандай? Ауыр екен, я? Келесі. Ала қой. Бұл не? Ағашты суға саламыз. Ал ағаш не істеді? Батқан жоқ, я? Демек, ол жеңіл болып тұр ғой. Иә, дұрыс айтасың. Келесі, құмды аламыз да, құмды бір қасық құмды суға саламыз. Кәне, көреміз. Кәне, енді араластыршы. Апай. Не істеді? Құм. Еріп кетті ма? Иә. Кәнекей, араластыра берші, кәнекей. Құм еріп, және не істеді? Судың түсі өзгеріп кетті, е? Иә. Кәне, араластыршы, кәнекей. Енді көтеріп қараймыз. Кәне. Әне, құм еріп кетті. Демек, не істеді? Не салдық бірінші ыдысымызға? Тас. Ол тас ауыр, я? Демек, батып кетті. Келесіге не салдық екіншіге? Ағаш салдық. Ағаш не істеді? Жеңіл. Демек, батқан жоқ, я? Ал үшінші ыдысқа? Құм салдық, я? Құм не істеді? Еріп кетті, я? Енді біз нені білдік, Әділет? Тастың ауырлығын білдік, я? Ағаштың жеңілдігін білдік, я? Құмның еріп кететінін білдік, я? Жақсы, ұнады ма саған? Жақсы, кәнекей. Сау болыңдар. Сау болыңдар.